Сәлеметсіңдер ме ізденімпаз балапандар? Бүгінгі өтетін сабағымыз 56-шы сабақ. Алдымен каналға тіркеліп, лайк басып, қоңырауды басуды ұмытпайық. Сонда сабақ сендерге әрдайым шығып тұрады. Бүгінгі сабақтың тақырыбы отбасы мүшелерінің мамандықтары, қос сөздер. Жаттығулар сендерге өте оңай болу үшін бірінші қос сөздер жайлы үлкен ақпаратпен танысып өтейік. Қос сөз дегеніміз қосарлану немесе қайталану арқылы бір ұғым ретінде жасалған сөздер. Қос сөздер мағыналық, тұлғалық жағынан әртүрлі болады. Жасалу тәсіліне қарай қосарлама және қайталама қос сөз болып бөлінеді. Қосарлама қос сөз өзара мәндес немесе қайшы мәндес сөздердің қосарлануынан жасалады. Мысалы, ата-ана, салт-сана, құрт-құмырсқа қосарлануынан жасалады. Жасалып тұр. Ер-тоқым, мәндес қос сөздер бір-біріне, яғни мәндері ұқсас сөздер, сын есімдер, синоним сөздер сияқты. Күні-түні, азды-көпті, үлкенді-кішілі, ертелі-кеш, бұлар бір-біріне мәндері қарама-қайшы мәндес қос сөздер. Енді қайталама қос сөз дегеніміз бір сөздің қайталанып айтылуынан жасалады. Мысалы, сөйлей-сөйлей, төбе-төбе, қолма-қол, жекпе-жек. Бір қатар қос сөздердің екінші сыңары жеке қолданылмайтын мағынасыз сөздер болып келеді. Мысалы, оқта-текте, анда-санда, ырын-жырын қос сөз дефис арқылы жазылады. Енді жаттығуларға кірісейік. 40-шы жаттығу: мәтінді мұқият тыңда. Әке-шешем қойшы болды. Айдалада ақ боз үй. Айналаның бәрі бұйра-бұйра құм. Сексеуіл жусанды дала. Бір отар малды шеген құдықтан суарады. Бір отарда мыңға жуық қой бар. Құдықтың басындағы айналмалы ағаш шығыр арқылы түйеге арқан байлап қауға тартамын. Бір қауғаға 30 литрдай су сияды. Әкем қауғадағы суды ағаш науаға құйып тұрады. 1000 қойды суару үшін қанша рет қауға тарту керек? Әр қой кемінде 1 литрге жуық су ішеді. Қанша қауға тартқанымды санап отырамын. 100-ге дейінгі санды қауға тартып жүріп үйрендім. Көпен Әмірбек. Енді бізге берілген тапсырма: мәтін бойынша пікір білдіруге бағытталған сұрақтар құрастыр. Сұрақтарға жауап беріп көр. Сұрақ құрастыруға қалай ойлайсың? Сенің ойынша неліктен, не себепті сұрақтар мен тіркестерді пайдалан. Әңгімедегі бала санауды қалай үйренді? Оның әке-шешесі кім? Мәтіннен күрделі сөздері бар сөйлемдерді теріп жаз. Күрделі сөздердің астын сыз. Енді тіркестерді пайдалана отырып сұрақтар ұйымдастырамыз. Қалай ойлайсың? Бір қауғаға неше литр су сияды? Сенің ойынша 1000 қойды суару үшін неше литр қауға тарту керек? Бала не себепті қауға тартқанын санайтын еді? Неліктен оның әкесі малды шеген құдықтан суарады? Сұрақтарды өз беттерінше басқаша да құрастыруға болады. Мысалы, қалай ойлайсың? Бір отарда неше қой бар? Деген сияқты, Енді осы қойған сұрақтарымызға жауап беріп өтейік. Бір қауғаға 30 литр су сияды. Екінші сұрақ, яғни бір қой 1 литрдей су ішсе, 1000 қойға 1000 литр су керек, Ал 1000 литрді қауғаға бөлсек, яғни 30-ға бөлсек, 30, 33, 35 қауға тарту керек болады. Бала не себепті қауға тартқанын санайтын еді? Себебі қауға тарту арқылы ол малдың санын солай есептейтін еді, және де санауға оңай болатын. Неліктен оның әкесі малды шеген құдықтан суарады? Себебі ол кісілердің тұрған жері бұран-бұран топырақ, жаңағыдай сексеуіл, бос жерлер болған. Өзен көлсіз, яғни шөл дала сияқты жер болғандықтан олар құдықтан суаратын болған. Енді келесі сұрақ: әңгімедегі бала санауды қалай үйренді? Әр қой 1 литрге жуық су ішеді. Қанша қауға тартатынын санай отырып, яғни 100-ге дейін санауды үйренеді. Сол арқылы малдың санын біліп отырған. Оның әке-шешесі кім? Ол баланың әке-шешесі қойшы болған. Бұл тақырыптағы күрделі сөздер, сөйлемдер: құдықтың басындағы айналмалы ағаш шығыр арқылы түйеге арқан байлап қауға тартамын. Әке-шешем қойшы болды. Айдалада ақ боз үй. Айналаның бәрі бұйра-бұйра құм.
осы жердегі ағаш шығыр, әке шешем, ақбоз, бұйра жусанды деген сөздер күрделі сөздер. Осы сөздердің астын сызып қойыңдар. Келесі жаттығу 41 өлеңді оқы. Қора қой жатыр, қарын май жатыр, түйе жүн жатыр, ауыл ел жатыр. Ахмет Байтұрсынұлының өлеңінен алынған үзінді. Енді осы сөздегі күрделі сөздерді тап, олардың қалай жасалып тұрғанын байқа, мағынасын түсіндір. Күрделі сөздің бір сыңарын алып тастап айтып көр. Сонда нені байқадың? Екі сөздің қайталануынан жасалған күрделі қос сөздерді қос сөздер деп атайды. Жазуда қос сөздердің арасына дефис қойылады. Мысалы, мая, әке шеше, көре, құрал сайман. Енді осы жаттығуды орындайық. Біздегі күрделі сөздер қора, қарын, түйе, ауыл, яғни қайталама қос сөздер, бір-бірін қайталап тұр. Енді бір сыңарын алып тастап оқығанда қора қой жатыр, қарын май жатыр, түйе жүн жатыр, ауыл ел жатыр десек, түсініксіз бір ұйқассыз бір қорада деген сөздер болмаса бір-бірімен дұрыс мағынаны жеткізе алмай қаламыз, Бұлардың мағынасы қора дегені көп, қарын, түйе деген үлкен, ауыл деген үлкен деген мағына береді. Барлығының мағынасы айналып келгенде сол көптік жалғау сияқты көрсетілген. Келесі жаттығу мақалды оқып жатқа жаз. Көре көсем боларсың, сөйлей шешен боларсың. Қос сөздердің астын сыз. Қос сөздің бір сыңарын алып тастаса, сөйлем мағынасында қандай өзгеріс болады? Бұл жердегі қос сөздер көре, сөйлей деген екі сөз, Бұлар қайталама қос сөздер. Енді бір сыңарын алып тастаған жағдайда көре көсем боларсың, сөйлей шешен боларсың. Мағынасы аса қатты өзгерген жоқ, бірақ та бір көргеннен көсем болу, бір сөйлегеннен шешен болу мүмкін емес. Сондықтан бізге бұл қос сөздер мәтінді көркем әдеби жеткізіп тұр. 43-ші жаттығу. Берілген қос сөздердің суреттегі қай мамандық иесіне қатысты екенін тап. Киім-кешек, көйлек-көншек, тіге, құрал сайман, ыдыс-аяқ, жеміс-жидек. Өз отбасы мүшелерінің мамандықтары туралы әңгімеле дейді. Енді бұл жерде құрал сайман сөзі, яғни дәрігерге байланысты, себебі алдында суретте құрал сайманы көрсетілген, киім-кешек, көйлек-көншек, тіге сөздері тігіншіге байланысты. Ыдыс-аяқ, жеміс-жидек, бұлар аспазға байланысты сөздер. Енді өз отбасы мүшелеріміздің мамандықтары туралы, яғни қазіргі істеп жатқан жұмыстары жайлы әңгімелеп көрейік. Сендер өздеріңнің әке-шешелеріңді жазыңдар. Мысалы, менің анам дәрігер, ал әкем теміржолшы болып жұмыс жасайды. Ал үлкен ағам студент, мамандығы агроном. Ал мен мамандықты енді таңдаймын, бірақ та болашақта медбике болғым келеді. Бұл мамандық қазір елімізде тапшы. Сендер де отбасыларыңды, аналарың, әкелерің, ата-әжелеріңнің не мамандықта, не жұмыс жасағандарын жазсаңдар болады. Келесі жаттығу. Қос сөздерді оқып шығып, көшіріп жаз. Биік, ыдыс-аяқ, кіп-кішкене, көйлек-көншек, анда-санда, қарқ, жап-жасыл. Қос сөздердің құрамындағы сөздерге назар аудар. Өзің таңдаған қос сөздерді қатыстырып бірнеше сөйлем құра. Енді қараңдар балалар, қос сөздердің құрамындағы сөздерге назар аударайық. Мысалы, биік қайталанып тұр. Ыдыс-аяқ екі түрлі сөзден құралып тұр. Кіп-кішкене, көйлек-көншек, екеуі екі түрлі. Анда-санда, қарқ қайталанып тұр. Жап-жасыл. Енді қараңдар, биік, қарқ сөздері, бұлар қайталама қос сөздер. Ал қалған қос сөздерге мән берсеңдер, біреуінде мәндері жақын, біреуінде екінші жартысының мән мағынасы жоқ қос сөздер. Келісескене олар қосарлама қос сөздер екен. Енді келесі жаттығу.
Яғни осы сөздерге сөйлемдер құрап көрейік. Иә? Атамның үйінде жап-жасыл алмалар бар. Биік-биік таулармен бұлт араласып жатыр. Анда-санда кітапханадан ертегі алып оқимын. Айдостың әзіліне достары қарқ-қарқ күлді. Сандықта әжем жинаған көйлек көншік көп. Келесі 45-ші жаттығу. Қарамен жазылған сөздерді қос сөзге айналдырып сөйлемдерді көшіріп жаз. Балалар қардан аққала жасап ойнап жүр. Үсті бастары қар. Биік таулар алыстан көз тартады. Айгүлдің шашы желмен желп етті. Жанат бүгін қуана келісті. Қос сөз сөйлемге қандай мағына үстегенін байқа. Қос сөзді құрап тұрған сыңарларыңды салыстыр. Енді қос сөз қылып жазсақ, балалар қардан аққала жасап ойнап жүр. Үсті бастары қар. Биік-биік таулар алыстан көз тартады. Айгүлдің шашы желмен желп-желп етті. Жанат бұған қуана келісті. Енді бұл жерде екінші жартысы, яғни қос сөз болған жағдайда мағынасын үстемелеп тұр. Қар, желіп деп, қуана деп. Және барлығында екінші сыңары қайталама қос сөз болып тұр. Енді ең соңғы тапсырма кестеге қара және түсіндір дейді. Қайталама қос сөзбен қосарлама қос сөздерді салыстырамыз. Ал түсіндіріп көрейік. Қайталама қос сөздер бір сөздің қайталануынан жасалған қос сөздер, яғни мая-мая, сая-сая, бара-бара деген сияқты. Бірінші сыңарына қосымша жалғану арқылы жасалған қос сөздер. Бетпе-бет, яғни бұл жерде түбірлері қайталанып тұр. Бет деген тек қана жалғанып тұр, аздап қана. Екі сыңарына да қосымша жалғану арқылы жасалған қос сөздер. Үйді үйімізге, үйлеріне. Бірінші сыңары күшейткіш буын арқылы жасалған қос сөздер. Сап-сары, жап-жасыл. Яғни мағынасы бірдей болып тұр. Былай келгенде тек үстемелеп тұр. Ал қосарлама қос сөз дегеніміз екі сыңарының да мағынасы бар қос сөздер. Яғни құрбы-құрдас. Бір сыңарының мағынасы жоқ қос сөздер болады. Бала-шаға, анда-санда деген сияқты. Және де екі сыңарының да мағынасы жоқ қос сөздер бар. Ығы-жығы, алай-дүлей деген сияқты, неше түрлі. Ал енді осы ережелерді қолдана отырып өздеріңнің білетін қос сөздерің болса дәптерлеріңе көшіріп, сабақ түсінікті болу үшін жазып алыңдар. Осымен сабағымыз бітті. Сау болыңдар. Мен сендерді жақсы көремін. Сабақтарыңнан 5 алуларыңа тілектеспін.